Prime. Бұл шоуда мен қазақ ютубына үлес қосқан ютуберлер туралы айтатын боламын. Бірінші бөлімде мен NoniKZ туралы айттым, ал бұл видеодағы қонағымыз AliKZ. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге AliKZ. Игра в кальмараны ары қарай жалғастыратын боламыз, және де менің қасымда Микас. AliKZ Қазақстандағы номер 1 ютубер деп айтуға болады. Шын аты жөні Али Келмағанбет, Ақтау қаласында туып өскен. ВКонтакте парақшасына қарасақ, гимназия 131 мектебінде оқыған. 2016 жыл 13 августта AliKZ арнасына Мыта ойынынан бірінші видео шығады. Қалай көріп тұрсыңдар, сол кездері Мыта ойыны қазақ сегменті арасында танымал болған. Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге AliKZ және Welcome to Қазақстан серверінің ойыншылары, оның ішінде актер кланның беделді 3 адамы. Бұл видеоның демеушісі Skin Club сайты. Егер сен нуб поп шаршасан, әдемі скиндар керек болса, саған көмектесетін Skin Club сайты. Бұл сайтта сен мыңдаған кейстарды табасын. Одан басқа қызықты батл режимдар және тапсырма орындасан саған тегін кейстар береді. Бұл сайтта любой картамен оплатаны қабылдайды. Есте сақта, бұл сайт 18 жастан. Skin Club, әдемі скиндар осы жерде. AliKZ-тің парақшаларын қарайтын болсақ, бүкіл жерде ВТК деп тұрады. Ол не деп ойласаңдар, мен сендерге жауап беремін. ВТК деген Welcome to Kazakhstan серверінің аббревиатурасы, яғни қысқаша названиясы. Мыта түсіріп жүріп, арасында басқа ойындарды түсірген. Солай AliKZ қазақ ютубына Let's Play деген жанрды алып келеді. Каналын қарасақ, қаншама ойындар бар. Әлемдегі бүкіл ойын AliKZ каналында бар сияқты. Неге адамдарға AliKZ ұнады? Мен ойымша, өткені сол кезде қазақ ютубында әрдайым видео салатын ютуберлердің арасына кірді. Әр видео сайын контенті және качествосы өсіп бастайды. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге AliKZ. Майклды қазір пойызға соғып тұратын боламыз достар. Ол үшін сіздер лайктарыңыз смело басыңыздар. GTA 5 ойыны каналына келіп, видео форматтары өзгереді. Мини-сериал күлкілі сәттер түсіріп бастайды. Сол кезде уже каналында өзгеріс болады. Біз бір болып, қазақ стилді топашайық, ютубты бір жандары. Алтыбақан Family пайда болып жатқан кезде қазақ ютубына жаңа топ қосылады. Ол топ Q-Style. Q-Style командасы. Бұл командаға Супер Кигач, Морбит, Q-Bro, Нур Channel, Нұрлан Қаламов, Даник Реал, Супер Ранго, Эдди Форбс, Рейн атты ютуберлер болған. Осы составпен олар видео түсіріп, рекомендацияларды сағыз адамдар және басқа әртүрлі ойындармен жарған. Солай қазақ ютубы дамып, екі топ арасында нағыз контент шайқасы кетеді. Алтыбақан vs Q-Style деген видеолар шығып, комментарий, стрим бүкіл жерде кім мықты екенін подписчиктер жазатын болған. Нағыз қазақ ютубы тірі, детский контент аз кезі, шынымен де бір вайп болған. Біздің Q-Style кланымыз AliKZ-ті жоғалтқысы келмейді. Q-Style тобымыздан кеткелі, күлкіменен қызық жоғалды ғой беттегі. Бірақ Q-Style тобы көп уақыт жасаған жоқ. Мен ойымша, өткені ол жерде өте көп адам болды. И AliKZ негізі сол кездегі ең танымал ютубер болды сол топтағы. И ол бәріне буст жасап жүрді. И балалардан походу жақсы бір отдача алған жоқ. И соның кесірінен ол ойлады, маған топ керек емес. Мен бір өзімді двигаться ете алам деген ойға келді деп мен ойлаймын. Бірақ Q-Style тобы бар кезде өте қызықты конкуренция бар еді. Қазақ ютубында Алтыбақан контент түсіреді, Q-Style контент түсіреді. Солай қазақ ютубы өте тез дамыған еді. 2020 жылда жаңа формат қазақ ютубында пайда болып бастайды. Ол GTA 5-тің ішінде балаларға арналған сериал. Сондай сериалдарды AliKZ түсіріп бастайды. Сол кезде каналы қатты өсіп бастайды. Ал бұндай форматты нағыз меңгеріп алған ютубер ол Нур Channel. Осы екі ютубер трендті айырып жатқан кезде бүкіл қазақ ютубы түсінді.
ойынды не просто ойнап, ал сериал түсіруге болатын. Сол кезде Майнкрафт ютуберлер пайда болып бастады. Олар да сериал түсірді. Ал қазір қазақ ютубын қарасақ, бүкіл жерде сериалдар. Осы кезде біз AliKZ'тің үлесін көріп жатырмыз. AliKZ'тің жетістіктері: бірінші основной каналында 935 миллион просмотр, почти 1 миллиард. Достар, ол не сұмдық. Мен шынымен де таңғалып аузым ашылып қалды. Ал подписчиктері почти 3 миллион. То есть қазіргі подписчиктері 2 миллион 850 мың. Представьте, достар. Ал екінші каналында 1 миллион 400 подписчик, просмотрларын айтсақ 265 миллион просмотр. Ал үшінші каналында 714 мың подписчик, 150 миллион просмотр. Бұл тек YouTube жетістіктері. Ал басқа әлеуметтік желілерді қарауға мен даже қорқам, достар. Бүкіл подписчик санын қосқанда AliKZ'те 5 миллион подписчик бар. Ал қызықты сұрақ: ол AliKZ қанша ақша табады? Нұр.kz сайты 2020 жылы AliKZ айына $2300 $36400 дейін табуы мүмкін деген. Ал менің ойымша қазіргі таңда AliKZ 3 каналынан 8-15 миллион теңге табады деп ойлаймын. Шынымен айтсам, YouTube доходты қалай санайды, мен білмеймін оны. Қатты вообще білмеймін. Бірақ мен сезіп тұрған сан ол где-то бір 8 миллион-15 миллион теңге табуы мүмкін деп ойлаймын. AliKZ'тің үлесі. AliKZ бұл қазақ ютубын алғашқы бастаған ютуберлердің арасына кіреді. Негізі қазіргі таңдағы көп ютуберлерді AliKZ мотивировать еткен. Өткені қазақ ютубында миллиондаған подписчик болуы мүмкін екенін AliKZ көрсетті. Ең бірінші, спор болмау керек. Шынымен де AliKZ өтпейтін ойындарды қызық қылып түсіріп, оны мыңдаған адамдар көретін қылып түсіреді. Қазақ тіліне деген үлесі мол. Қазақ контентінің гиганты. Қорытынды: менің ойымша AliKZ қазақ ютубының бренді. Қаншама ютуберлерге үлгі болған. Тек өзі контент жасап, трендтерді жарып жүр. Әліге дейін, достар, бір өзі түсіреді. Арасында 1-2 коллаборация болады. Көп жетістік, достар. Коллаборация негізі ютубта маңызды, бірақ AliKZ коллаборациясыз и так ютуб трендтерін жарады. AliKZ үшін коллаборация керек емес. Наоборот, ютуберлер Аликпен бірге коллаба жасағысы келеді. Өткені AliKZ шынымен де уже бренд. Кім не десе де, қалай жамандаса да, кішкентай балаларға түсіреді. Ой, анау қызық емес, подачасы біртүрлі десе де, AliKZ'тің үлесі өте көп. Достар, сендерге AliKZ үлгі болуы керек. Бір өзі контент жасап, бүкіл қазақ ютубын шулатты. Сендердің да қолдарынан келеді. AliKZ нағыз легенда. Достар, мен ойлаймын, осымен біздің видеомыз аяқталады деп. Видео ұнаған болса, лайктарыңды басыңдар, арна тіркеліңдер. Бұл Prime деген шоу болды. Келесі ютуберді комментарияға түсіп жазып кетіңдер, кім туралы осындай шоуды түсірейін.